2 спортшымыз финалда, 17 спортшымыз жартылай финалда. Не деген бақыттымыз десеңіздерші, осы жайлы, жастар әлем біріншілігі жайлы сөйлесейік бүгін. Ассалаумағалейкум соққар арнасының көрермендері, сіздермен бірге Өстемір Әзіретханұлы. Ең бірінші жаңалығымыз бұл әрине World Boxingтің ұйымдастырып жатқан 19 жасқа дейінгілер арасындағы әлем біріншілігі, және бұл біріншілікке біздің Қазақстанның атынан 4 спортшы қатысқан болатын, және оның 2 спортшысы 1/4 ойындарында жарыс жолын аяқтайтын болса, 2 спортшымыз жартылай финалдан өтіп, финалға дейін келіп жетті. Біріншісі 65 кг салмақтағы Асылхан Көшербай украиналық спортшыдан басым түсті. Енді финалда аустралиялық боксшымен жұдырықтасатын болады. Екінші қараша күні. Және де келесі 85 келідегі Даниял Райымбеков оңтүстік Корея елінің спортшысын жеңіп финалға шыққан болатын. Енді бұл спортшыны білесіздер, бірден жартылай финалдан бастады және финалда Уэльс елінің өкілімен жұдырықтасатын болады. Жалпы World Boxingтің бұндай әлем біріншілігін ұйымдастыруы алғаш рет болғандықтан бұл тарихи сәт. 30 мемлекет қатысып жатыр бас аяғы. Енді осы бір додада біздің жігіттеріміздің алтыннан алқа тағуы, әрине ол да бір үлкен тарих болмақ. Сондықтан жігіттерімізге сәттілік, алтыннан алқа тағып, әнұранымыз әлемдік аренада, ақшта шырқала берсін. Қуан қазақ елі, 17 спортшымыз жартылай финалда. Черногорияның Будва қаласында өтіп жатқан жастар арасындағы әлем чемпионатта біздің спортшыларымыз, боксшыларымыз, 17 боксшымыз бүгінгі таңда жартылай финалға жолдама алды. 18 спортшымыз ширек финалда деп мақтанып едік. Міне бүгін қараңыздаршы, керемет нәтиже ғой. Барлығы дерлік, енді бір спортшымыздан басқасының барлығы да жартылай финалға өтіп отыр. Бас аяғы 25 спортшы қатысқан болатын, соның мінекей 17-сі жартылай финалда. Жалпы командалық есепте бірінші орындамыз 17 спортшымен, одан кейін 13 спортшымен Өзбекстан екінші орында тұр, 9 ұл бала және 4 қыз бала. Одан кейін Қытай 3-ші орында, 3 ер бала және 7 қыз бала. Одан кейін 5-ші орында Ресей, 5 ұл бала, 3 қыз бала және Түркия 5 қыз баламен 5-ші орында аяқтап тұр. Жалпы бұл командалық есептегі қазіргі көрсеткіш. Нағыз қызықты кездесулердің барлығы енді болады, себебі ақтық айқастар міне енді келіп жетті. Жалпы біздің айтып жүретін чемпиондық менталитетіміз біздің жігіттер қыздарымызда бар екен, оны бір насұхбаттан көре аласыздар. Қоржынымызда бір медаль бар, бірақ біз қола үшін келген жоқпыз, алтын үшін келдік. Сол үшін бұнымен тоқтап қалмаймыз. Әрі қарай бұдан да мықты жартылай финалда өзбек боксшысын танимын, оны ұтқанмын, тағы да ұтамын. Дұрыс қой, жігіттеріміз, қыздарымыз қола үшін барған жоқ, барлығы да әнұран шырқатқысы келеді. Бәрі де әлем чемпионы болғысы келеді. Әлем чемпионатының күміс жүлдегері, қола жүлдегері дегеннен әлде қайда чемпион болған жақсы емес пе? Сондықтан да жігіттер, қыздарымыздың барлығына да сәттілік, барлығы дерлік чемпион болуға лайық. Бүгінгі таңда оларға тек қана жақсы тілектер тілейміз. Сіз де өз тілектеріңізді жазып отырыңыз. Енді кішкене қорқыныш бар, жоқ емес, себебі мықты кездесулер, енді бір саясат мәселелері, яғни аяқтан шалу мәселелері болып қалама деп кішкене қорқатынымыз бар, бірақ сонда да тілекшіміз жартылай финалдан финалдық кезеңге кем дегенде 10-12 спортшымыз өтсе екен деген тілегіміз бар. Ары қарай да онымен мәселе бітпейді, финалдық кездесуде де барлығы жеңіске жете берсе екен деген тілекті айтамыз. Енді сіздер құлақтарыңыз үйрене берсін, сондықтан қазір мен олардың аттарын атап, түстерін түстеп берейін, сіздер жақсылап есте сақтай беріңіздер, себебі алдағы уақытта ұлттық құрамада болатын жігіттер, қыздарымыз дәл осылар, тізгінді осылар ұстайды. 48 келіде Диас Берікбай, 51 келіде Бексұлтан Боранбек, 57 келіде Жансері Көшербаев, 67 келіде Төрехан Сабырхан, 71 келіде Өнер Сейілхан, 75 келіде Санжарәлі Бегалиев, 92 келіде Расул Ассаханов және 92+ келіде Аслан Елдібайұлы. Қыздар арасында 48 келіде Анел Абдирасилова, 50 келіде Элеонор Тұрғанова, 52 келіде Бағжан Отынбай, 60 келіде Толғанай Қасымхан, 63 келіде Аружан Жанғабаева, 66 келіде Ұлдана Таубай, 75 келіде Шұғылан Әлібай, 81 келіде Аружан Зейноллаева, 81+ келіде Панар Сейтхан қызы. Жалпы қыздар жігіттерімізге үлкен сәттілік тілейміз. Сіз де өзіңіздің тілегіңізді, болжамыңызды комментарийға қалдыра отырыңыз. Осы видеоны достарыңызбен бөлісіп, чаттарда таратып қойыңыз. Бұл қуанышты жаңалық, осы бір жаңалықты кеңінен тарата білейік. Қазақтың қыз жігіттерінің соққысы әлемді бағындырып, әлем чемпионы бола берсін. Алға Қазақстан!